Сәлеметсіз бе қазақ елім, каналыма тіркеліп лүпіл басуды ұмытпа. Ақылды әйел. Бұрынғы өткен заманда Қожанай деген бай болыпты. Оның жалғыз ұлы бар екен, өзі қылжақпас мылжың екен. Бай осы баласы туғанда Мірболданы әкеліп атын қойдырыпты. Молдасы құрғы жақсырақ аттап баған ба, яки бай орамалды жақсы бермесіне көзі жеткен бе, әйтеуір баланың атын Тесікбай дей салыпты. Тесікбай ер жетіпті, өсіпті, айтқанды ұқпайтын ақпақ құлақ болыпты. Ел аузына қақпақ қойған бар ма? Баласының басы тесік болғандықтан миы да ағып түсіп қалған-ау дейтін болыпты. Қожанай мұны естіп намыстанады. Осының басын түзейтін ақылды келін іздеп табуды ойлайды. Осымен күндерден күн өте береді. Тесікбай хандардың, байлардың, мырзалардың арасында сауық құрып жүреді. Bir отырған сауықта Беке ханның баласы Тесікбайды балағаттайды. Әкен Қожанайдың аты әлемге жайылды, байлығы жұрттан да асты. Сөйте тұра сені әлі үйлендірген жоқ, өзінде иессің, сұлу таңдап сүюді білмейсің деп жазғырады. Бұған ызаланған Тесікбай күнде әкесінің мазасын кетіре беріпті. Сондағы айтары бірақ сөз: сұлу қатын алып бер дейді екен. Қожанай ханның да, молданың да қызын көреді. Баласына бас көз болар ақылды қызды таба алмайды. Енді өз елінен табылмаған соң Темірхан ханның елінде жақсы қыз көп дегенді естіп, солай қарай аттанады. Атағы жұрттан асқан бай келді дегенді естіп, Темірхан Қожанайды үйіне шақырады. Қызын да көрсетеді. Ал сөйтіп басы ханның қызы болып, бұл елден де ақылды қызды көре алмайды. Кері жүріп еліне қайтады. Неше күн жол жүріп үлкен өзеннің бойына келеді. Күн кеш болады, байға қонарға орын табылмайды. Өңкей ғана қара лашықта тұратын балықшыдан басқа онда кім болсын? Байдың өз дүниесі өзіне жетеді ғой. Неше нарға жүк артып келе жатқанда далаға болса да түнеуге ұйғарады. Жігіттеріне жайлы орынға жүкті түсір дегенше, екі жолдың айырығында бір 14 жасар қыз келе кетеді. Қожанай бай қызға: кімнің баласысың дейді. Қамысты жарып қалай еткен, балықты жарып бал еткен, табылғанын нар еткен, осында талай жан өткен, төсеніп құрақ зар еткен, кенімей дүние тар еткен, панасы қамыс әкем бар, мен осында ер жеткем, дейді қыз тайынбастан. Қожанай ойланыпты да, қыздың өзін балықшының баласы екенін түсіндіргеніне сүйсініпті. Балам, үйіне баста, қамыс көркеннен дән таталық депті бай. Қыз тағы да іркілмей: қоныңыз ата дейді де үйіне ертіп барады. Расында қамыстан қалаған үйі бар, құрақтан тоқыған көрпесі бар, шал әкесі күркеде отыр екен. Бай амандық айтысып қарап отырады. Жүгіріп еңбек еткен жас қыз бір табақ шортанның сорпасын келтіріп: мынау ата шорпан сорпасы, ұрттауға өзімде қорқам дейді. Екінші табақты көрсетіп: мынау ата сазан, осы үшін әбден кетті мазам. Мынау ата бекіре, жайын балық, жей бересіз кекіре дейді. Қожанай қызда зеректік барын байқап, баласына айттыру жайын сөйлесіпті. Балықшы шал тез көніпті. Бай малды аямай беріпті де, қызды Тесікбайға алып беріпті. Ел малын көзіне сүрткен Қожанай қу кедей балықшының қызын баласына әперді дейді. Қожекен амал не, балам тен болмады-ау деп арман етеді екен. Тесікбай болса балықшының қызы Сақыпжамалға күркеден шыққан кедей қыз дей беріпті. Сақыпжамал да есесін жібермепті. Қамыс тесігінің санылауы бар, ал сенің басының санылауы жоқ деп әзілдейді екен. Не керек, осымен күндер өтіп жүре береді. Келін қылығына ғой. Сақыпжамал атасына жаға беріпті. Қожанай сырт хандардың еліне көп барып саяхат ететін, мал айырбастайтын, сонымен байлығын жұрттан асырған бай екен. Сол әдеті бойынша бай сыртқа шыға беріпті. Бар қазынасын келініне сеніп тапсыратын болыпты. Бай бір рет
пак патшасының еліне барып, онан сансыз алтын, күміс, асыл тастар, асыл бұйымдар алып еліне қайтыпты. Ұлы керуенімен келе жатса, ортадағы үлкен тауда қашаннан бекініп жататын 40 қарақшы бар екен. Байдың керуені осыған келіп кездесіпті. Қарақшылар барлық асыл мүлікті талап алады. Аты шыққан Қожанайды таниды. Оны тірі жіберсек, бізді қоймай табады. Онан да өлтірелік деп кеңеседі. Оны Қожанай да біледі. Қарақшының бастығын шақыртып алады. Қарақтарым, сендер осы тауда мал іздеп жүрсіңдер ғой. Менің малым жетеді. Бәрін алыңдар, мені жіберіңдер дейді. Оған тонаушылар көнбейді. Ендеше мұның үстіне үйімде 2 алтын терегім бар. Бірін алыңдар. Мына малдарымның бағасынан 10 есе артық келеді. Бір қамбада толған алтыным бар. Оның жартысын алыңдар да мені жіберіңдер дейді. Қарақшылар оны алдудың жолын сұрайды. Мен хат жазып, мөр басып берем. Кісі жіберіңдер, балам береді дейді. Қарақшы ойланыпты да, жаз хатыңды көрейік депті. Қожанай баласына мынандай хат жазыпты. Балам, Тесікбай, мен пак патшасына есік алдындағы 2 алтын теректің бірін тартуға тарттым. Сол үшін бірін қалдырып бірін бер. Мұнда 40 нарға артатын асыл бұйым барды. Ала кету үшін қамбадағы алтынның жартысын бер. Алтын ақ бас, бура бас нарларға тарылтсын. Барған адам өзімнің мал басыларым, жұмыс тез бітсін. Әкем Қожанай деп мөрін басады. Қарақшы оқып көреді де, осыны әкеліп алып, онан кейін байдың жазасын берермін, дейді де мықты 2 қарақшысын хатпен жібереді. Айтуы бойынша 2 қарақшы Тесікбайға хатты әкеліп тапсырады. Ол хатты оқи сала дүн кетіп, қайдағы алтын терек, алтыны несі? Тіпті бізде ақбас бура бар ма дейді. Бұл дүңкілді үйде отырған Сақыпжамал естиді де жүгіріп шығып, немене, атамнан хат бар ма дейді. Бар, міне, ал жіпті аттан дейді баласы. Сақыпжамал хатты оқып мазмұнына түсінеді де, өзі жинаған дүниесін өзінен аяймыз ба? Береміз, бәрі де бар, қонақтар үйге кіріңдер дейді. Сөйтіп 2 қарақшыны ішкі үйге ендіріп, есікті сыртынан мықтап бекітеді. Тесікбайды хатпен ханға жібереді. Хан хатты оқып, түк те түсінбейді. Сақыпжамалды шақыртады. Сақыпжамалдан хан хаттың мазмұнын сұрайды. Сонда Сақып хатты мынандай деп шешкен екен. Атам хатты жұмбақтай жазған. Есік алдындағы 2 алтын терек дегені Тесікбай мен айтқаны. Қазір жау қолында қиналудамын. Жаным үшін сендердің бірінді беруге дейін даярмын дегені. Екеуінің бірін қалдырып бірін бер деуі. 2 қарақшы кетті. Бірін тірі қалдырып бастатып кел, мені құтқарыңдар дегені. 40 нарға артатын асыл бұйым бар дегені. Қарақшының саны 40 дегені. Алтын ақ бас, бура басты нарларға артылсын дегені. Хатымды сендер шеше алмасандар, ханға апар, ол шешеді, әскерін тез жібереді деген ғой. Ханда 40 кісінің ақылы бар деуші еді. Тақсыр, бір әйелдің ақылына жетпейсіз бе деп сөккен екен. Хан ашуланып, сол сағатында әскерін жіберіпті. Әскерлері Қожанайды босатып, қарақшыларды ұстап әкеліпті. Осыдан соң Сақыпжамалдың даңқы тағы да арта беріпті.